case buns basıp alamız. Case buns ru saytına kırıp sketch etip alamız. Case buns'ta balist case buns sketch et case buns da 1'de 2 1'de 3'tü sketch etemiz. Men sketch etilip turgan baspak koyayım. Sketch etip boğazına rабочий stolga çıkarıp koyamız. Оңай болsun деп табууга. Менде тұр, сыртында тұр. Рабочий столда тұр. Копиретип аламыз, логин, пароль өздерің жазған кезде парольді сохранить етесіңдер. Сайтқа веб почтаға кіреміз. Ставить етем. Пароль жазам. Войти деп кірем. Домен көреміз. Домен тұр. Жаңа басында сайт создать ететін кезде обязательно домен дұрыс жазып алу керек. Әйтпесе осы доменмен кіресіңдер сайтқа. Менеджер файлға кіреміз. Double кіреміз. Double кіреміз. Nerede екі файл тұрады, удалить тастадым мен. Удалить тастайсыздар сіздерде. Закачать дейміз. Выбрать файл. Case buns рабочий столдан тауып аламыз. Case buns. Так. Болса, окей деп қаран етем. Nerede загрузка жүріп жатыр, тоқтата тұрайын. Скачать етіп болғасын қайттан қосыңа жалғастырамын. Скачать етіліп болды. Case buns басамыз да извлечить етеміз. Окей дейміз. Керегі жоқ, енді удалить етіп тастаймыз. Case bunsға кіреміз. Assets include protected скачать істейміз. Правка доступты 777-ге қоямыз. Окей дейміз. Include'ға кіреміз. Онда бұны 666-ға қоямыз правканы. Окей дейміз. Сосын протекторды runttime'ды 777-ге қоямыз. Жазсаңыздар да болады деп 777 деп былай істесеңіздер де болады. Шығамыз. Сосын полный Ctrl-ды басып тұрып басамыз мишканы. Вырезать деп аламыз да. Бір бассаңыз болды, вырезать деп шығамыз. Сырттан яққа ставить етеміз. Керегі жоқ уже. Удалить етеміз. Сосын сайт деп сайт аламыз да, яққа кіреміз. Енді болған енді не керек? MySQL керек. Яқта веб почтадан база создать етеміз. База данных создать. Мен ACK саламын. Өздеріңізге қалай, өздеріңіз істейсіздер. Ол не деді? ACK қояйын. Дефолтты UTF-8-ге қоямыз. Пароль создать етеміз. Удаленный доступ. Окей дейміз. При создании BD ACK выраз ошибка дейді. Значит, онда база бар деген сөз. Онда асыл деп қоя салайын. UTF-8. Окей. Жаңа база болғасын, жаңында ошибка шығарды. Әйтпесе ошибка шығармайды. Сосын доменге кіреміз да, IP адресі копиретіп аламыз да, хостқа қоямыз. Сосын жаңа база данныйға кіреміз. Пользовательді қоямыз. Пароль копирет етілмей қалды. Пароль жаңа қойған пароль қоямыз. Осындағы базаға копиретіп базаны қоямыз. Сосын проверить дейміз. Егер дұрыс болса, осы соединение установлено шығады. Дұрыс болмаса ошибка деп шығады. Сосын бір база, бір лицензионный жарайды только.
ушундай логинге соответственно өзүңүз коя бересиз, жаңағы Binance'ке киретін логин ғой. Шеке пароль 1-2-3-4-5 бәрі өздеріңіз қоя бересіздер. Email жазасыздар, установить етесіздер, все сохранить етесіздер. Все, Binance установлен. Войти дейсіздер да, шеке деп жаңа мен өзім кірген немен кіремін. Шеке 1-2-3-4-5 войти дейсіз. Установлен уже админ центрге кіресіздер. Енді бұған шаблонды келесі неде көрсетермін.